Баршаларыңыз осы ашық дәріске қош келдіңіздер. Тамыз айының 6-сынан бері біз облыс әкімдігімен бірлескен ұлы Абайдың қара сөздеріне арналған осы ашық дәрістерді челлендж форматында өтуді бастағанбыз. Енді бүгін осы ашық дәрістердің кезектісі өткелі отыр. Бүгінгі біздің қонағымыз осы Абайдың қара сөзін бүгін бізге түсіндіріп, мән-мағынасын ашып беретін азамат Заңғар Санайұлы. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бұл кісі Астана телеарнасының осы Қостанай облысындағы тілшісі, Қазақ тілі қоғамының Қостанай облысындағы төрағасы және де журналистер одағының мүшесі болып табылады. Сізге сөз кезегі. Дәрісіңізге сәт өтпейміз. Бисмилlah. Қайырлы күн, қадірлі дәріске қатысушылар. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді расымды айтайын, менде қобалжу бар. Өйткені мынандай аудиторияның алдында көп көсіліп сөйлемеппін. Сондықтан кейбір жерден тілімнен сүрініп жатсам, оған кешіріммен қарайсыздар. Деп бірден сіздерге жүректің түбіндегі ойымды жеткізейін. Құрметті дәріске қатысушылар, бүгін біз Хакім Абайдың 18-ші қара сөзін шама шарқым жеткенше оның маңызын, оның тұңғиық тереңін сіздерге өз түсінігімде жеткізуге тырысамын. Әуелі осы 18-ші қара сөздің бастапқы сәтімен сіздерге оқып жеткізсем. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, былжыратып кимей таза кимек дұрыссыз. Ләкин, яғни деген сөз, өз дәулетінен артық киінбек, не киімі артық болмаса да, көңіліне қуат тұтып, тың айналдырмақ кербездің ісі дейді Абай атамыз. Ал енді оның жалғасын қазір шағын ғана 1 минуттық роликтан жалғасын көрсеңіздер. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, ортын, мүшесін, жүрісін, қас-қабағын солтан түзетіп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран ішерім деп солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа, өзінен ілгерілерге елеулі болып, өз қатарындағыларының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұны адам бір ойламасын, егерде бір ойласа, қайта адам болмаға қиыныз. Кербез дегенді осылай керден немерен безінді деген сөзге ұқсатады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Одан басқа нәрсе менен оздың ғой демектің бәрі де ақымақтық. Абай атамыз не айтқысы келді? Жалпы араларыңызда осы 18-ші қара сөзді оқып түсінген адам бар ма? Шындықтарыңыз айтыңыздаршы. Немесе 18-ші қара сөз емес, кез келген Абайдың қара сөздерін бір рет оқып көрген адам бар шығар осы ортада? Бәсе, оқымасаңыздар неге келдіңіздер деп отырмын да? Тереңірек түсіну үшін. Қош келдіңіздер. Ендеше бүгінгі осы біздің ашық дәріс осылай бір ашық форматта өтсін. Енді қазақ айтады ғой, білгенім 19, білмегенім 99 дейді. Менің де білгенім 9 ғана. Сіздердің орталарыңызда 99-ды білетін адамдар отыр мүмкін, сондықтан осылай ашық пікірлесейік. Кейбір сәттерді бірге соны тереңнен түсінейік. Келістік қой. Онда қазір, бүгінгі біздің енді талқыға түсетін жалпы өздеріңізбен бірге жаңаға талқылайтын тақырыбымыз дейміз ба, ойымыздың өзегі, сөзіміздің сарасы ол Абай атамыздың 18-ші қара сөзі. Енді жылжытатын дүние бар ма?
Қадірлі дәріске қатысушылар, жалпы жаңағы бастапқы кіріспесі кейінгі роликтен ой түйсеңіздер, айналып келгенде бұл 18-ші қара сөздің түп тұқияны, мәні маңызы, мағынасы қарапайым әрі ұқыпты киіну хақында бізге Хакім Абай жөн сілтегендей. Дұрыс па? Келсесіздер ма? Жақсы. Енді сіздер айтыңыздаршы, араларыңызда ең қымбат киімді неше теңгеге сатып алдыңыздар? Жасырмай. 200 мың ба, 300 мың ба? Жоқ, айттық қой жаңа, ашық әңгімелесейік дедік, е? Ашық әңгімелесейік. Ең қымбат киімді неше теңгеге сатып алдыңыздар? Сұрақ қойып болады. Я қойыңыз. Телефонды осы сатып сол. Енді О заманда киім телефон. жоқ, қазіргі тұрғыдан түсінсек, я жатқызуға болады. Ол да бір телефон, гаджет деген дүние, біздің киімсіз қалай жүре алмасақ, телефонсыз солай жүре алмайтын жағдайға жеттік қой. Я жақсы, оны да кіргізейік ал. Сонымен орталарыңызда қымбат телефон алған адам бар болып отыр ғой, я сонда? Бір 600 мың, 700 мыңға кредитке алдыңыздар ма? Жоқ, жалпы құрметті қатысушылар, еш қысылмаңыздар. Бүгін ашық әңгімелесейік. Бұл Абай атамыздың қара сөзін жаңағы түсінсең де түсін, түсінбесең де түсінбе деген ой жоқ бүгін. Өзіміз ашық әңгімелесейік, және де сол ашық әңгімелесе отырып, Абайды тереңіне, тұңғиығына терең батайық. Сонымен ешкім жоқ орталарыңызда? 500 мыңға. 500 мыңға телефон алдыңыз ба? Құтты болсын. 700 мыңға. 700 мыңға телефон да. Жақсы, телефон болсын. Ол қазіргі заманның талабы, е. Киім алған кісілер бар ма? Қымбат киім. Норковый шуба, е? Жақсы, норковый шуба неше теңгеге алдыңыз? 400 мың. Үстіңізде тосын. Әдемі. 400 мың теңге арзанапсыз. Неге мен сіздерден сұрап жатырмын? Бізде жаңа Абай атамыз айтты, кербез. Бір қымбат киініп, өзінің замандасы қатарының алдында сол басқаша көріну хақында айтылды, е? Яғни, ол Абай атамыздың осы ғасыр бұрын айтылған ғибраты әлі де ортамызда бар. Міне мына кісі не бәрі 400 мыңға норковый шуба алған. А менің досым 650 мың теңгеге шлепки сатып алған. Сенесіздер ме? 650 мың теңгеге шлепки сатып алған. Жоқ, өзі де жүрмейді, өзі сөйлемейді. Бірақ ол сондай бренд екен да. Біздің мына жердегі айтпақ ойымыз, мысалы қазір бренд киінетін адамдар көп. Рас қой? Бәрімізде бір бренд киім болса, соны киіп қалуға тырысамыз. Бірақ ол брендтің де өз талаптары бар. Сіз мысалы шлепкин кисеңіз, оның нәскиін, шортын, үстіндегісін киіңіз керек. Немесе көйлегін кисеңіз, шалбарын киюіңіз керек деген сияқты тағы да оның басқа да түсініктері бар. Сондықтан жалпы кейде біз сондай бір қымбат дүниеге құмар болсақ, кигіміз келсе, оның қаншалықты бізге қажеті бар дүние деген, қажеті бар ма, жоқ па деген бір сұрақты қойып барып, қалтамыз көтерсе киіп жүре берейік деген ол айтқым келеді. Енді қадірлі қатысушылар, ол ақиқатында Абайдың қара сөздері қанша уақыт өтсе де, ол ешқашан құндылығын, қасиетін, қадірін жоғалтпақ емес. Мысалы, біз қазір ғана мысалға келтірдік, Абай атамыз тұсында сол қымбат киініп, жұртқа жылтырап көрінуді айтса, қазірде сондай қымбат киініп, жұртқа жылтыр көрініп, бірақ кеудесі қуыс адамдар қаншама. Яғни бұл Абайдың қара сөздерінің құны ешқашан өшпек емес, егер біз оны күнделікті өзімізге рухани азық ете берсек. Рухани азық ете берсек, және де Абайдың қара сөздері ол ешқашан уақыт шеңберімен шектелмейтін көріп тұрмыз, және де оның өміршең екенін көзіміз жетіп тұр. Ал енді қазіргі өзектілігіне тоқтайтын болсақ, тазалыққа, ұқыптылыққа және өзін-өзін құрметтеуге баса назар аударуы бүгінде жақсы күтім мен әлеуметтік этикеттің
негіз болып қала береді дейді. Енді таза киіну, ұқыпты жүру, жалпы жыртық киінбеу, өзі бағыздан біз бала кезден біздің аналарымыз, мысалы мен көп балалы отбасының баласын, бірақ 7 бала болсақ та жыртық киім киген жоқпыз да. Ол яғни Абай атамыз сол тұстағы қазақтың болмысын бізге жеткізсе керек. Жаңағы таза киіну, жыртық киім кимеу деген сияқты ұқыптылыққа. Одан қалды, жақсы күтімге дегенге қатысты айтсақ, енді білмеймін, ол кезде біздің аналарымыз немесе басқа да кісілер қаншалықты жақсы күтінгенін білмейміз, бірақ қазіргі адамдар жақсы күтінеді деп ойлаймыз, өздерін жақсы көреді. Әсіресе қыз келіншектер. Дұрыс па? Мысалы, сіздер бет әлпеттеріңізді әрлейтін опа далапқа қанша ақша жұмсайсыздар? Қыздарға қатысты сұрақ. Көп ақша жұмсайсыздар. Жоқ, жасырмай, шындығын айтыңыздар. Мысалы, тек қана шаштарыңызды қидыруға немесе боятуға сіздер кемінде 30 мың жұмсайсыздар ғой? Жұмсайсыздар. Ол да өте дұрыс. Өйткені ол заманның талабы да. Біз мысалы, егер жағдайымыз келіп тұрса, ақшамыз жетіп тұрса, неге сұлу жүрмеске, неге шашымызды боямасқа деген сияқты. Сондықтан, ақшаларыңыз артық болса жұмсай беріңіздер, қыз келіншектер. Ал енді келесі тұрғыдан бұл Абай атамыздың қара сөздерінің өзектілігі өзіндік болмыспен ерекшелікті атап өткім келеді. Бұл тұста қарапайымдылықты да Хакім Абай бізге насихаттап отыр. Қанша сен үстіңде 400 мыңның тоңы болса да, бетіңде 5000 теңгенің жаңағы опа дала болса да, бірақ өзгелерге кербезденіп кетпей, қатарыңмен қатар жүргенге қарапайым болғанға не жетсін мысалы. Көптеген жағдайда біз қоғамның өкілі ретінде білетініміз, байқағанымыз, мемлекеттік қызметтер, әсіресе шенділер, атқамінерлерге қарапайымдылық жетіспейтін сияқты. Қазіргі тұрғыдан тіпті Еуропа шенеуніктермен біздің елдің шенеуніктерін салыстырған жағдайдың өзінде де қарапайымдылық көре қоймаймыз көп жағдайда. Сондықтан мына жерде ертең Алла қаласа араларыңызда неше түрлі әкімдер отыр, неше түрлі министрлер отыр. Осыны түйсіктеріңізбен түйіп алсаңыздар, қаншалықты қарапайым болсаңыздар, соншалықты сіздер халыққа жақын боласыздар. Және де өздеріңіздің болмыстарыңызға жақын боласыздар да, өзіңіздің тума болмыстарыңызға жақын боласыздар. Осыны айтқымыз келеді. Енді мына жерде жаңағы тазалықтың төңірегіне қайтадан келіп жатырмыз. Негізі жалпы тазалықтың маңыздылығы дейді. 18-ші сөзде орта белінен тереңірек түңілсек, сол баяғы осы тазалықтың маңызда қамтылса керек. Енді тазалықтың маңыздылығын өздеріңіз білесіздер. Ол қай заманда да, мейлі 18-ші ғасыр болсын, мейлі 21-22-ші ғасыр болса да, ол тазалық саулықтың кепілі. Дұрыс қой. Сондықтан да тазалықты сақтау, ол адамзаттың қағидаты. Құрмет дейді. Жеке басы ұқыптылығы арқылы адам өзіне және өзгелерге де құрмет көрсетеді дейді. Осыған келісесіздер ме мысалы? Ұқыпты адам құрметті бола ма? Ұқыпты адам құрметті бола ма? Ұқыпты адам өзін сыйлаған адам ғой. От көрдіңіздер ме? Дұрыс. Сондықтан да ұқыпты болу керек. Және де кәсібилік дейді. Кәсібилік тұрғысынан келгенде тазалық пен ұқыптылық жоғары бағаланады дейді. Осыған қалай сіздердің көзқарастарыңыз? Ұқыпты болу, таза жүру, һәм жаңағы адал болу сіздің кәсіби бағытыңызда оның қаншалықты көмегі болады деп ойлайсыздар? Айтыңыздар, еш қысылмаңыздар, әңгімелесейік. Мына жерде салтанат қана сайрап отыр, қалған ешкім қосылмайды. Ұқыпты болу арқылы жұмысыңа тиянақты қарайсың. Өзіңнің ісіңе тиянақты қарайсың. Ұқыпты болу арқылы жұмысыңа ісіңе
Дұрыс. Ал кимде гана эмес. Жалпы ұқыпты болу арқылы біріншіден сен қоршаған ортаға өзіңді таныстырасың, өйткені сен жеке болмыссың. Ал болмысың нашар болатын болса, сенің бірінші адам психологиялық тұрғыда болсын, қалай болса да сен бірінші адам ой қалыптастырасың. Адамның түріне қарап емес, адамның киіміне, іс-әрекетіне қарап бар ой қалыптастырасың. Ең соңынан кейін сөйлесе отырып, оның ішкі пайымын, яғни оның болмысын зерттейсің. Сондықтан да ұқыптылықта киімнің сыртына қарап қабылдағанмен ақылына қарап шығарып салатын халықпыз ғой біз. Өте дұрыс пайым. Жарайсың қарындасым, өте дұрыс айтып отырсыз. Я ұқыпты болу, өзі жалпы ұқыпты, тиянақты адам бірден көрінеді ғой. Дұрыс па? Бірден көрінеді, және де оған деген құрмет ерекше болады. Сондықтан ойыңыз дұрыс. Енді осының бәрін қорытып келгенде жаңағы сіз өз-өзіңізге сенімді болатын шығарсыз. Сондықтан мен енді сенімділік хақында мына жерде жазыппын. Ұқыпты болсаңыз, таза, сап жүрсеңіз, құрметті болсаңыз, өз-өзіңізге сенімді боласыз да? Осыны айтқым келді. Келесіде, жаңа ғана біз қарапайымдылық хақында айтып кеттік. Бәлки мен ертерек оны қозғап кеткен шығармын, бірақ қазірде оны кеңінен толғап айтуға болады. Қарапайым қалыпты сақтау. Бұл қарапайым қалыпты сақтауды біз адамның болмысымен қатар жаңағы үстімізге киген шөберемізге қатысты да, киімімізге қатысты да айта аламыз. Мысалы, қарапайым киініп жүруге болады ғой? Иә? Болады. Өзіңнен өзің мысалы жаңа бренд, қымбат дүниелерді алып алып, өзгелердің көзіне түскенше қарапайым киініп жүруге болады ма мысалы? Әрине болады. Және де мен сіздерге қарапайым киіну тұрғысынан келсек, қазір осы соңғы 2 жылда бізде қазақи нақыштағы жеңсіздер, сосын жігіттердің арналған мынандай қысқа шолақ шапандар трендке айналып келе жатыр да. Олар мысалы бір жағынан қарапайым, екінші, жоқ, қымбат емес. Қымбат өте қымбат. Жоқ, оның енді сіз әлгі колориттегі киімдер қымбат. брендтерін алатын болсаңыз әрине қымбат. Бірақ оның да арзандары бар ғой. Қолжетімді бағалары бар. Бұны мен неге айтып тұрмын? Мен мысалы өзіме осындай қысқа сондай шолақ шапан сатып алдым да, мысалы 15-ақ мың теңгеге сатып алдым. Сосын мен бүгін киіп келген жоқпын, бірақ мынандай жеңіс сатып алдым. Ол 7-ақ мың теңге. Алтын Орда деген Абай көшесінің бойында сауда үйі бар, соның 2-ші қабатында сол киімдер, домбыра бәрі сатылады. Мен сол жерден сатып алдым. Мен жаңағы шолақ шапанды киіп жүрсем, өзіме ыңғайлы да біріншіден. Екіншіден бұл 15 мың теңге алған дүние болған соң, жыртылып қалса да, бір жері былғанып қалса да, еш алаңдамайсың да. Ертең сіз 150 мың теңгеге куртка сатып алып киіп алып жүріңізші, оны кигеніңіз құрылы сіздің зықыңыз шығады. Бір жері жыртылып қалмас екен, бір жеріне батпақ жұқ қалмас екен деген сияқты да. Жаңа қарапайым ғана қазақтың шапанын киіп жүресің, өзің ыңғайлы. Бір, екіншіден бәрі анау біз болмысқа қатысты айтуымыз керек та. Ол біздің бәрі кезінде біздің бабаларымыз киген киім, бәрі ұрпағына ол бір жарасып тұратын сияқты. Сол өзінің бабаларына қалай кисе солай жүрмін деген сияқты бір күш жігер беретін сияқты мен. Мен енді ауылда өскен баламын. Біздің ауылда шалдар, үлкен кісілер, ақсақалдар қара шапандар киетін. Барқыттан тігілген қара шапандар киетін. Сосын күміс белбеу тағылатын. Мен жаңа алып келдім ана жақтағы. Күміс белбеулер тағылатын. Міндетті түрде тақиямен, жаңағы түлкі тымақтармен жүретін да. Сол бала кезде соны көріп өстік. Бәрі бізде өскен кезде сол кешегі аталарым сияқты киінсем ғой деген бізде бір арман болды. Бірақ сол армандарымыз міне осы 1-2 жылдың жүзі ғана болды. Сондай бізге заманауи шапандар келді да, біздің арман орындалды. Сондықтан қарапайым киінудің өзі ол айналып келгенде бәрі сенің қаныңдағы болмысыңа тартама деп ойлаймын. Енді Абай атамыз жаңа қымбат киюмен қатар қымбат әшекей тағудан аулақ болуға шақырады. Бірақ енді одан аулақ болыңыздар деп біз айта алмаймыз. Әсіресе қыз-келіншектерге қалаған сырғасын тағып, қалаған сақинасын алуға болады, өзінің ақшасы шамасы келсе. Енді оны өздерінің шешесіздер. Бұл жердегі тағы да өзін-өзі құрметтеуге қатысты жаңа ғана біздің қарындасымыздың ойына саяды екен. Енді қазіргі көп жағдайда біз бір жерге барсақ, мысалы тойға барсақ, басқа жаққа да барсақ,
кішкене жаңағы дұрыстау киініп баруға тырысамыз ғой, иә? Яғни бізде сондай бір қоғамдық түсінік қалыптасып қалғанда, сен ол жерге дұрыстап киініп барсаң, сені құрметтеп қарсы алады, құрметтеп шығарып салады деген сияқты бір түсінік бізде бір, білмеймін, кері түсінік қалыптасып қалған сияқты әбден біздің қоғамда. А бірақ керісінше дамыған басқа да бір еуропалық елдерге қарасаңыздар, мысалы біз осы 2-3 жыл бұрын бір шетелде мықты ғалым келеді деп соны асыға бәріміз күттік. Соның жаңағы, аяғында кроссовки, джинсы киіп алған, үлкен атыдардай атырып кететін, атынан атырып кететін ғалымда, бірақ қап-қарапайым киініп келді де жаңа ғалым. Сонда біз таң қалдық. Яғни бізде қайткенмен де жаңағы сол бір стереотипті, сол бір көзқарасты кішкене содан аулақ болу керек сияқты, жаңа қымбат киінсең сені қадірлейді, қымбаттайды деген дүниеден ойдан кішкене алшақ болған дұрыс па деп ойлаймын. Енді оны да сіздер де ойласа жүріңіздер. Және де мен қазір ғана айттым, ыңғайлы киім кию хақында. Жалпы адам өзіне ыңғайлы киім киіп жүргенге не жетсін? Мысалы, сіз бір қымбат туфли сатып алдыңыз, ол аяғыңыз қысады. Одан кейін жаңағы өзіңізге дене тұрпатқа келмесе. Дене тұрпатыңызға келмейді жаңағы. Сондықтан қандай жағдай болмасын, жаңағы өзіңе ыңғайлы киім кию, өзіңді ыңғайлы сезіну деген сөз. Сондықтан Абай атамыздың, қараңыздаршы, не деген данышпан адам, сол заманның өзінде бізге осы өзіңе ыңғайлы дүниені ки, өзіңнің қолың жететін, пұлың жететін нәрсені ал деген ақылын бізге жеткізген, өсиет қылып қалдырған. Енді дәл жаңағы біз айтып кеткен әңгіменің жалғасы деп ойлаймын. Адамның атақ даңқы дәрежесі оның үстіне киген киіммен ешқашан өлшенбеуі тиіс. Және де қоғам соған қарап баға бермеу керек деп ойлаймыз. Жалпы мына жерде студенттер қауымы келіп отыр екен, басқа да мемлекеттік қызметкерлер отырған шығар. Сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Осы тұрғыдан. Еш қысылмай айтыңыздар, ашылыңыздар. Қалай ойлайсыздар? Адамның дәрежесі байлықпен немесе үстіне киген киіммен өлшену керек пе? Олай айтады Абай. Иә. Адам бір боқ көтерген боқтың бабы, боқтан сасық боласың өлсең дағы, менімен сен тең деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы. Жалпы дәреже байлықпен емес, болмыспен өлшенеді ғой. Дұрыс. Манаға айтып өткендеріңіздей бір қымбат киім, қымбат сағат, адамның сыртқы бейнесі адамның қандай екенін көрсете алмайды. Ішкі дүниедегі, ішіндегі түсінігі, білімі, көпшіліктің ортасында өзінің дәрежесін нақтылап, сол орынға қойып береді. Рахмет бауыр. Ойың оймақта екен, өте дұрыс. Яғни, расында біз көрпемізге қарай көсілгеніміз абзал шығар. Одан қалды болмыс. Тағы да айналып кеп сол болмысымызға тіреле береді да, кез келген. Жалпы кез келген құндылық, ол өзі сол ұлттың болмысына кеп тірелетіні хақ. Абай атамыздың да жаңағы қарапайым бол, қарапайым киін, жаңағы ұқыпты бол дегеннің бәрі де сол өзінің ұлттық болмысына кеп тірей береді. Ол кісі мысалы оның бәрін Еуропадан немесе басқа бір көрші елдерден әкеп тұрған жоқ. Біздің өз кез келген болмысына жақын нәрсе, ол болмысымен бояу сияқты сіңіп кетеді да. А болмысыңа жат нәрсе, ол әрдайым солай жат болып қалар хақ. Енді біз қымбат киінуге қатысты. Негізі бұл Абай атамыздың 18-ші қара сөзінде қымбат киінумен қатар сол тұстағы жаңағы күміс сер, күміс жүгені бар атқа да қатысты айтылған, мана байқасаңыздар, иә? Енді біз бүгін оны көбірек көмескі қылып, көп жағдайда біз жаңағы қымбат киімге қатысты ауып кетіп жатырмыз. Енді бұл қымбат киім жаңағы шамадан тыс күтімнің түгелі неге әкеп соғады? Ысырапшылдыққа. Ысырапшылдыққа әкеп соғады деп ойлайсыздар ма?
Ойлайсыздар ғой? Ысырапшылдыққа келіп соғады, иә? Манағы естеріңізде ме? Манағы айттым ғой, менің бір досым 650 мыңға бір брендтің шлепкini сатып алған. Ысырапшылдық қой мысалы. Ол онымен қанша жыл жүру мүмкін? 1 жыл жүру мүмкін, 2 жыл сүйрету мүмкін. Кейін қалды. Сонша не құдіреті бар, 650 мың. Не құдіреті бар? Оның ешқандай құдіреті жоқ. Менің түсінігімде сондай әгі бренд киімдердің бір дәмін татып алған адам соның соңынан қуалай береді сияқты да жаңағы. Мода деп па, немесе оның ортасы да әсер ететін шығар. Бәлки оның ортасы сондай, бәрібір сондай бренд киім киінетін шығар деп ойлаймын да. Иә, ортасы да, ақшасы да жетіп тұр. Бірақ айналып келгенде бұл бәрі ысырапшылдық. Қандай киім кисеңіз де, қымбат киім кисеңіз, егер бағасы өте қымбат болса, мысалы жаңағы. Ысырапшылдық, артық шығын. Иә, сондықтан Абай атамыз жаңа сыртқы келбеттің ауыртпалыққа айналуына жол бермеуді бізге ескертеді ғой. Мысалы, жаңағы бір досымыз қымбат киім киінді деп, екінші досымыз да сол сияқты киінгісі келетін шығар. Оның ақшасы жетпейді, бірақ ол барады жаңағы. Қазір не бар? Каспирет бар. Каспиретке киіне салады, е? Бақталастық қой же? Бақталастық. Бәсекелестік. Иә. Айналып келгенде бұл бәрібір сол артық шығынға қалтаны қағуға кеп соғары хақ. Яғни біз осы киінсек те, бетімізді боясақ та, шашымызды кессек те, тепе-теңдікті ұстауға шақырады Абай атамыз, бір сөзбен айтқанда. Енді қараңыздар, бізде өзі біздің қоғамда қымбат киініп қойсаң да кінәлі боласың, жыртық киім киіп жүрсең де кінәлі боласың. Бәрі қоғамның көзіне түсіп қала береді. Мысалы, қараңыздар, Ерболат Досаев бір қымбат киім киіп шыға қойған ғой, Алматының әкімі. Сол жерде жаңағы қазір бір журналистер деген қауым бар, блогерлар деген қауым бар. Сол блогерлар отырып, сіздің үстіңізде кімнің киімі, қандай бренд, оның қанша тұратынын бәрін тізбектеп алып шығады. Сөйтіп, мына мемлекеттік қызметкерлер, атқамінерлер, әкім қаралар, шенеуніктер сол енді шу шығып кеткесін, оған есеп беруге тура келеді да. Міне мысалы мына кісі сияқты міне. Кедей емеспін дейді. Мен қымбат киім алуға бұл кісінің жағдайы бар. Бұл кісі 2.200.000 теңгенің күртесін киіпті, қараңыздаршы. Күртесінің өзі 2.200.000 теңге. Яғни бұл кісі Абай атамның 18-ші қара сөзін оқымаған ғой. Бұл кісі ысырапшылдыққа да жол беріп тұр. Жаңағы қатарымнан оссам, жылтырақ көрінсем дегенге де жол беріп тұр. Сондықтан келешекте орталарыңызда сондай үлкен ел ағалар болатын азаматтар, қарындастарымыз отырғаны хақ. Осыны ескеріңіздер. Қарапайым киініп жүріңіздер. Шетке шықсаңыздар, сол жылтырақ киініп алыңыздар сосын. Енді міне қараңыздар, осындай дәл дауға біздің денсаулық сақтау министрі де қалғанын өздеріңіз білесіздер. Бұл кісінің тек қана сөмкесінің өзі 250.000 теңге. Және де бұл кісі сосын ақталды да, мен бұны қалай алдым, үйттім деп ақталды. А бұл кісі осылай қоғамның жаңағы көзіне, назарына түсіп қалмас үшін мұндай сөмке алмай-ақ қою керек та. Оның үстіне алдында алған ғой, бірақ енді бәрі бұл кісінің соған қаражаты болып тұр ғой. Қараңыздар, біздің қоғам өте кешірімшіл қоғам. Мысалы, біздің әкім 2,5 миллионға күрте киеді, біздің министр 250.000 теңгеге сөмке алады, оның бәрін бір шу етті, бір ту етті, сонымен қалды, кетті бар. Ал шетелде қалай бұл? Шетелді қараңыздар. Міне. Мынау мысалы Ұлыбританияның премьер-министрі, ол бір кәсіпкердің демеуімен әйеліне қымбат киім сатып алып берген екен. Сол үшін тергеліп жатыр да мына кісі. Яғни біздің елде жаңағы қымбат киініп жүрсең, қымбат көлік мінсең, зәулім үйде тұрсаң, ешқандай жаңағы сұралу жоқ, тергелу жоқ.
бәрі де рет-ретімен келіп жатқан шығар, бірақ оның соңы жаңағыдай ысырапшылдыққа, қоғамның назарына, қоғамның қарсылығына ілдіп қалмаса болды деген ойда бізде. Енді құрметті дәріске қатысушылар, біздің түйгеніміз Абай атамыздың киімге көз қарасы. Соны бұлай түйіндеуге мен тырыстым. Қарапайымдылық, тазалық, ұқыптылық, өзін-өзі таныту. Оқып алсаңыздар болады, мен бұл жерден оқып сіздерге қайталамай қояйын, оқып алыңыздар. Енді сіздерге сұрақ. Абай атамыздың 18-ші қара сөзіне не түйдіңіздер жалпы? Ойларыңызды ортаға салсаңыздар. Айтыңыздар, қысылмаңыздар. Мысалы, сіз үстіңізге қымбат киім киіп алдыңыз, үстіңіз әдемі жылтырап тұр. Бірақ кеудеңіз қуыс. Кеудеңіз қуыс, біліміңіз төмен. Одан не пайда? Қазір сондай кісілер ортамызда көп шығар, қалай ойлайсыздар? Ол енді қай заманда да болған ғой. Біз қазіргі қоғамды ешқандай кінәлай алмаймыз. Абай атамыздың тұсындағы адамдарды кінәлай алмаймыз. Шамасы келді, шарқы жетті, киінді. Бірақ Абай атамыз соны көріп тұрып, сол кезде ол үлкен қоғамның бір жаңағы түйткілі деп соны түйіп, бізге аталы сөзін қалдырып кетті да. Және ендігі кезекте біз сол Абай атамыздың аталы сөзінен нәр алып, соны ақыл тұтып, алдағы уақытта соны үнемі есімізде сақтап жүруіміз керек секілді. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Салтанат, сізде сұрақ болса қойыңыз. Менен сұрақ жоқ. Ыбырай атамыздың киімдер жайлы айтып бересіз ба? Сұрақ жоқ, бірақ бүгінгі тыңдаушылардың атынан рахмет айтқым деп отыр. Өйткені енді Абайдың өзін таныған сайын тани білуіміз келеді ғой. Негізі біз жерде көбінесе жастар отыр екен. Біз көп жағдайда мотивацияны қазіргі кезде көп жағдайда мотивацияны айтатын адамдар көп, психологиялық тренингтер көп. Біз бірақ түбіне келген кезде Абайға келіп тірелуіміз керек біз. Өйткені Абайдың өлеңдерін оқысақ, осы өлеңдер мен қара сөздердің өздері сабақтасып жатыр. Мысалға, әуелі бір суық мұз ақыл зерек, туа бойды жылытқан ыстық жүрек, ақылдылық, тоқтаулық, қалыпты, шыдамдылық бұл қайраттан шығады білсең керек. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда артық боласың елден бөлек деді ғой. Яғни бұл жердегі нағызма толық адамның концепциясын жазып кеткен осы Абай атамыз. Енді біз мысалы Ахмет Байтұрсынұлының қазақтың бас ақыны деген жаңағы мақаласын білесіздер ғой, бізде филологтар отыр ғой. Және Әлихан Бөкейхановтың осы Абай жайында жазылған мақаласы бар. Сонда айтады, келтіреді Ахмет Байтұрсынұлы атамыз айтады, бұл жерде Абайдың өлеңдерін жаттап алғандардың өзі, жаттап қайта-қайта оқығандардың өзі Абайды тез арада түсіне алмайды дейді. Абайды бірден түсіне алмайды, оны қайта-қайта оқу керек деп. Ол бұл жерде Абайдың кінәсі емес, ол негізі бұл оқушыдан дейді. Яғни біз оқушыдан жаңағы бізде заңғырымыз айтып жатыр ғой, өзін-өзін жетілдіру, ұқыптылық, адам бойындағы қасиеттердің барлығы, егер де сондай мықты қасиеттер болса, Абайды біз оқимыз, Абайды түсінеміз. Жаңағы ақыл, қайрат, ақыл деп отқанымыз өзі жаңа зеректік, нұрлы ақыл дейміз ғой, нұрлы ақыл бұл жаңағы интеллектуалдық деңгейіміз, интеллектуалдық деңгей болу керек. Сосын жылы жүрек деген бұл мейірімділік. Жаңа нұрлы ақыл дегеніміз жаңа IQ дейді, адамның жаңағы ойлауы, және ыстық қайрат деген ол адамдардың, жастардың бойдағы энергия. Егер де бойында энергия болса, ыстық жаңа қайратың, нұрлы ақыл жаңағы зиялылық, жаңағы интеллектуалдық деңгейін, сондай жылы жүрек, жаңағы жылы жүрек, бұл әрине біздің мейірімділігіміз, көп жағдайда жаңағы мейірімділіктің болмағаннан көп қоғамда кеселдерді Абай атамыз айтады ғой. Енді бүгінгі тақырып керемет ашылды, өзім риза болдым. Енді Абайды оқыған сайын оқи беру керек,
таныған сайын тани беру керек. Енді жаңағы осы 18-ші қара сөзде негізгісі бұл жаңағы біз дарақылықпен, жаңағы бойымыздағы сәнқойлықпен онымен озбаймыз, біз озсақ немен озамыз? Ақыл, ғылым, ар, мінезбен озамыз. Яғни ар дегеннің өзі енді Шәкәрімнің өзі екеуінің ойы сабақтасып тұр ғой. Ол жаңа моральдың өзін ар деп айтуға болады. Енді сізге рахмет айтқым келеді. Расында да қай заманда болмасын, адам жаңағы салтанатты өте төтесінен жеткізді, түбегейлі. Қай заманда адам білімді болса, ол қасындағылардан бір дәреже жоғары жүреді. Қай заманда адам арлы болса, ол дегеніне тезірек жетеді. Қай заманда да адам ақылды болса, жаңағы арлы болса, білімді болса, сол адам сол заманда озып жүрген адам деп ойлаймыз. Сондықтан Абай атамыздың қара сөздеріне нәр алайық, қасиетін терең түсінейік. Әсіресе мына жерде студент қауымы, студент бауырлар отыр екен. Сіздер де соны көбірек оқып, көбірек тереңінен тұңғиығына түсініңіздер. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп Абай атамыз айтпақшы. Қазірден бастап білімді болуға, арлы болуға, ертеңгі күні орданы басқаратын ар ождандарыңыз таза болуға талпыныңыздар. Абай атаны дәрістерін оқып, әрмен қарай дәріптей беріңіздер. Қойыңыз. Жалпы жаңағы ысырапшылдық деген дүниені Абайдың қара сөзінің аумағында талқылап кеттік қой. Ал қазіргі қоғам, қазіргі жастар өзіңіз айтып өткендей не себепті ысырапшылдыққа жол береді? Осы сұраққа жауап іздейікші. Мысалы, осындай еркін дүниелер маған ұнайды өзіме. Андай жауап айтайық. Талқылайық па? 18-ші қара сөзге жарты сағат тоқталып өтіп кеткеннен ол ештеңе түсінбей кетіп жатыр да мына жерде бәрі. Ал еркін тілмен айтсақ, чтобы неге сонда бізде жастар мына жігіттер 700 мыңға сотталып отыр, 500 мыңға сотталып отыр. Мейлінше оны пайдалы дүниеге жаратуға болады ғой. Осы жайында сіз үлкен ағалардан, үлкен апайлардан жастарға ысырапшылдыққа жол бермейік деп, болашақта үлкен әкімдер отыр, депутаттар отыр. Осы елдің ақшасын жемеңдер, болашақта дұрыс адам болыңдар деген сияқты үгіт насихат жүргізсек дейді. Мысалға ысырапшылдыққа не үшін жол береді адам? Яғни өмірдің мәнісін түсінбегеннен кейін дейікші. Өйткені Абай өзінің өлеңінде де айтады ғой, адамды сүй, Алланың хикметін іздес, не қызық бар өмірде онан басқа дейді. Ал имани тұрғыда қарасақ, яғни айтады, мұсылман адам мейлінше қымбат киінсін дейді, қымбат машинаны мінсін дейді, таза жүрсін, таза киінсін дейді. Бірақ ол ысырапшылдыққа тағы да не істеп тұр ма? Ысырапшылдыққа шақырып жатыр ма? Яғни осы дүниені түсінбейтін адамдар бар. Қымбат киім, қымбат дүниені ұста дегеніміз, яғни оны мейлінше дұрыс бағытта ұстай алсақ, өзімізде тағы да ақша, ал бізге байлық не үшін береді? Яғни қолдағы бар дүниені не үшін береді Алла Тағала? Ең бірінші айтады да, сен не үшін бай қылып жараттың? Яғни сенің жанындағы мүсәпірлерді сен жарылғасын, сенің қол ұшың тисін деп. Ал біз қолымызға біткен дүниені мейлінше пайдасыз пайдаланып жатырмыз да. Осы дүниелер толығырақ айтсын. Жоқ, бауырым, негізі, сұрағың өзекті, бірақ бұл жерде мынадай мәселе бар. Мысалы, ысырапшылдыққа кім жол береді? Ысырапшылдыққа бақ-дәулеті бар адам жол береді. Бірінші, ең үлкен ысырапшылдыққа. Ол мына қазіргі біздің бауырларымыздың 500 мыңға, 700 мыңға алып жүрген телефоны ол бір қатты ысырапшылдық деп ойламаймын мен, өз басым. Өйткені бәлки олардың ортасына мобиль бар шығар. Ол табыстау үшін соны алған шығар, ең соңғы үлгідегі телефонды. Оның да бір өздерінің мақсат, мүдделері, мұраттары бар шығар. Нақты қазіргі отырған аудитория қатысты. А бірақ ысырапшылдыққа өте бай дәулетті адамдардың жол беретіні хақ. Бірақ оған қарама-қарсы тағы да сол жиған тергені мысалы ұлттың болмысына жұмсап жүргенде біздің азаматтарымыз бар. Мысалы, Дулат Тастеки деген азамат бар, Білесіздер ма Дулат Тастеки?
Білеміз, тас кредит. Тас кредит. Банк. Тас кредит? Тас кредит. Қазақстан дамыту қаз. Конкурста сыйған. Бұл бер жақ ғана. А ол сол Алланың берген жаңағы рызық қой, иә? Ақша деген, бір Алланың берген байлық шығар, иә? Соны ол ұлттық болмысқа жұмсап жатыр. Жыл сайын ауылында айтыс өткізеді, ауылына ең мықты мектеп салған, және де ол тек қана ауылмен шектеліп қалмаған, ол алашқа көмектеседі да, мысалы. Бір мықты ақын бар ма, кітабын шығарады деген сияқты. Сондықтан біз ысырапшылдықты кім қалай жұмсайтын әуел біліп алуымыз керек. Мысалы, менің өз басым қазір 43-тен асқан жасым бар, мен ешқандай ысырапшылдыққа жол бермеймін. Менде мысалы, міне қайда iPhone деген телефон бар міне қалтамда. Мына 12 Pro Max деген телефон. Мен бірақ бұны алмас едім. Бұны менің бауырларым өздері сатып алып кетті. Сыйға тартты. Мен қазір жасырмайым, Prado 150-ге машинамен жүремін. Toyota. Оны да мен алмас едім. Оны да бауырлар маған сыйға тартты да. Жоқ, рас айтады. Ол достарым емес, ол менің бауырларым. Олар өйткені біледі да, мен мұнан алмайтынымды, андай машина мінбейтінімді. Сондықтан олар соны алып беріп жатыр. Сондықтан мейлінше әрине ысырапшылдыққа жол бермеуге тырысу керек. Абайдың өзі айтады ғой, бір нәрсе өзі шектен шықса жоғы шығады деген Абайдың сөзі. Жаңа енді ол діни фанатизм, ол мүмін бол дейді. Мүмін деген шын мұсылман бол деген сөз ғой. Шын мұсылман тазалықтың жолын, ізгіліктің барлығын, бірақ жаңағы фанатизм болмау керек. Оның шектен шықпау керек дегенде, соның барлығын белгілі бір қалыптасу. Нәрсе шектен шықса жоғы шығады деген сөз мысалы. Сол себептен жаңағындай ысырапшылдық деген ол шектен шығу деген сөз. Қазір мысалға тойдың өзін алатын болсақ, бізде жағдай бар адамдар жасайды, енді біреу одан қалмайын деп сағда жасайды, бәсекелестікке кіреді, оның жаңағындай мүмкіншілігі келе ма, келмей ма, 2 жас қосылып жатқан кезде жаңағындай бір қазір енді тойдың өзін сынап жатқандар көп қой, біз қоғамдағы бір жаңағы ысырапшылдық әкеледі деп ойлаймын. Национальный же біздің өзіміздің той жасау енді. Жоқ, көргенге қарай өзіміз сөз ғой. Бәсекелестікке кетіп Құрметті қатысушылар, біз тойдан қайтайық беріп. Біз тойдың деңгейіне түспей-ақ қояйық, тойға бармайық. Жалпы бауырымның ысырапшылдық хақында көтерген дүниесі өте дұрыс. Бірақ бұл жерде мен салтанаттың айтқанымен сабақтап кеттім еді, рас. Бізде қазір қоғамда өз бәрі қаққа бөлінген. Сақалы барлар, сақалы жоқтар, оқитындар, оқымайтындар деген сияқты. Сол айналып келгенде біз көп жаңағы діннің соңына түсіп кетпеуіміз керек. Менің мына жастарға айтар, бауырларыма айтар ақылым. Оны хақты Абайдың өзі таныған, бірақ хақты тура таныңыздар. Оның көптеген жаңағы басқа бір саламен келген дүниелерін саналарыңызға сіңіріп алмаңыздар. 10-шы қара сөзінде айтады ғой өзі, тіпті намазға келетін болса, оның өзі ғылыммен келді. Яғни ғылымды, оны түсініп келмесеңіз, бас көз жоқ, намаз оқып екен, не болмаса тағы да басқа бір әрекет жасап екен, жастардың өзі жас шыбық секілді ғой. Оларға қалай әсер етеді, не көреді, соның көз алдында. Сол фанатизмнен, сол ғылым, оны танымай, түсінбей жатып, хақты танымай жатып, көп жағдайда басқа бір ағымға түсіп кетуі мүмкін. Қазір қоғамның қасіреті, енді қоғамның кеселдері көп қой. Абайды оқысақ, бұдан ашық. Ғылыммен келген оқысақ және керек емес. Абайды сөз, 10-шы қара сөзді оқысаңыз. Жоқ, мұсылман адам дүниесімен ақыретін бірдей ұстау керек дейді. Мен сен ақыретім деп тек Құранға бас ұрма, мен дүнием деп азық қылмада, екеуінің үшін бірдей ұстау керек. Мұсылман адам, мен өз оқымаймын, айтып отырамын. Бірден өздіріші? Жақсы мына баланың өзін. Бұл пікірталастыңыз ба қалай? Абайдың қара сөздерін сатып алып тек қана бір реттік жоба ма бүгінгі? Болашақта да тек 18-ге тоқтап боламыз. Жоқ. Бұл 7-ші рет өткізіліп жатқан дәріс екен. Бұған дейін де жаңағы спикерлер болған, осы Абайдың басқа да қара сөздерін талқылаған. Бұл және алдағы уақытта да жалғасын табады. Келіп қатысып тұрыңыздар. Әлем алыңыздар. Уақыт болды ғой, рахмет.
Тез өтіп